Мен Көптілеуова Раушан, 17-ші гимназияның 6-шы З классының оқушысымын. Менің шығармашылық жобамның аты «Мен Қазақстанның азаматымын». Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Қазақстан көп ұлтты, бейбітшілік пен келісім орнаған мемлекет. Қазақстан көп ұлтты мәдениет. Қазақстан Республикасы 100-ден аса этнос өкілдері бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатқан бірегей мемлекет. Тіл саясаты. Қазақстан мемлекеттік тілі қазақ тілі. Орыс тілін ұлтаралық қатынас құралы және ағылшын тілін жаһандық экономика мен инновацияларға жол ашатын тіл. Мынау менің отбасым. Мынау менің анам, әкем, інім және сіңілім. Біздің отбасыда тәрбиенің негізі. Отбасында біз ең алдымен адамгершілікті және ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүрлерді үйренеміз. Қоғам тірегі. Отбасы қоғамның тірегі. Берік отбасы мықты мемлекеттің кепілі. Бірлік пен мәдениеті. Қазақстанда әр этностың өз мәдениеті, тілі, дәстүрі бар. Бірақ біздің біріктіретін ортақ құндылықтар достық, бірлік және өзара құрмет. Жастар және толеранттық. Жастар арасында барлық этностарға құрмет. Тілдер мен дәстүрлерді сыйлау. Толеранттықты дамыту маңызды. Бұл еліміздің болашақты үшін өте қажет. Қорытындылай келе, мен еліміздің мақтан тұтамын, бірлікті қолдаймын және дәстүрлерді құрметтеймін. Мен Қазақстанның азаматы ретінде еліміздің болашаққа жауапкершілікпен қараймын. Біздің күшіміз бірлікте, ал мақсатымыз жарқын болашақта.